Bismillah. Kene kişi kombikorumuzdu kalay jedi. Hasta ona eштеңе kaldırmayı jedi. Жатыстар жынды міне дем алып. Бидай, саплор, арпа қосқамыз тезектерінен көреміз енді. Міне. Бидай қосасың ба, саплар қосасың ба, бәрі бір. Әдемі жеміне боғына ермейді. Не қысап жатыр не? Өрістегі мал секілді. Мыналардыкін көреміз. Міне, общем ештеңе жоқ. Уайымдамай түлешеңді пайдалана беріңдер. Таң жарық стайл деген осы жаңа ғана астауы таптаза. Енді тола шөк. Аздан кейін жартысын жейді, жартысын жей алмайды. Сосын үстіне тола жем. Жей ма, тоя жейді, жемей ма, жатады десең, Кәне, шығамыз. Бисмилла. Далаға кіргел шыққан жоқ бұлар. Далаға қой береміз. Шығамыз, кеттік. Шығамыз. Жем жегендерін жеңдер. Өздері білер, біреу екеу шықсын, соны шығып кетер. Міне. Шығып атыр. Деп ойнаңдар. Мен не істедім деп айтты. Не істедім, олар қырылды ғой бір-бірімен. Ойнасын енді. Қорада сонша бірге тұрып, далаға шығып құтырып атыр. Шығыңдар, білмейсіздер ма? Далаға шығып атыр достарың. Шығыңдар. Ойнаңдар, далаға шығып. Ей. Кет ара. Екеуі шыққан жоқ, әлі білген жоқ екі кішкене. Не болып кеткенін білмейді. Шығыңдар, шық. Оны екеуін шығарып жіберейін мен. Шығыңдар. Шық. Ой, малар қорқады екен. Ой, бей. Дала көрмеген. Шық. Шығыңдар, Шық. Ой. Так, тірі салмақ туралы әңгіме отыр екен. 184, 315, 153, 171, 165, 194, 215, 235. Мынау не? Өлшенген жоқ. 254, 243 өлшенген бұл. Сатып алынған кезде, келгенде, кіргенде, байланғанда өлшенген. Мынау өлшенген жоқ. Ана өлшенген жоқ, қалғаның барлығы өлшенген. Тауық туған екен ғой. Негізі тарақ екі түрлі болған дұрыс та. Мынау мен үйісіп қалған, болмаса тілеп атқанда тез алады мына жағы. Мына жағы енді болмайды, сілішкем тіліп тастайды. Сосын мынау майда тарақ. Мынау массаж, мынау кәдімгі жүн реттейтін, түлеген кезде алып тастайтын. Ал мынау массаж. Мына тарақпен мына секілді жүндер түсетін. Өте ұзын болып кеткен. Тарамасаң көрдің ба? Өзіңе жүгірді тара деп тұрады. Анадан да төбет шығып жатыр. Мына секілді жабағы жүндерін алып тастайды. Не Алланың қалауымен, адамдардың көмектесуімен мынаны салып, мынаны тығып жүріп оңшап алдық. Қазір су кәдімгідей ішеді. Шамасының келгенше жеп жатыр. Бұның салмағы азайған болу керек. Бұл кіргенде 83 еді. 5-6 күн су ішпей ауырғанда бұл қазір салмағы кетіп қалған болу керек. Мынау 315 тірі салмағы. Арғалай біраз бақаның салмақтары өлшенген.